Сәлем құрметті оқушы, бүгінгі біздің тақырыбымыз 1000 көлемінде көбейту және бөлу. Сабағымыздың мақсаты сен 0 мен аяқталатын сандарды ауызша көбейтуді және бөлуді үйренесің. Бірінші тапсырма. Екі бағандағы өрнектерді салыстыр, түсіндіре отырып есепте. Ал біріншісіне қараймыз. 4 көбейту 7. Әрине 28. Ал енді 40-ты 7-ге көбейткенде 40-ты біз 4 ондық ретінде алсақ бола ма? Әрине 4-ке 7-ні көбейтіп 28 ондық, яғни 28-дің қасына 0-ді тіркей саламыз. Ол 280 деген сөз. Енді екіншісінде көбейткіштердің орны ауысқан. Көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Ал енді бөлуге келсек, бірінші көбейткішке бөлсек, екіншісі шығады. Ал екіншісіне бөлсек, біріншісі шығады. Осыны ұмытпайық. Түсіндіре отырып есепте дұрыстығын тексер. Ендеше 6 көбейту 80. 80-ді біз 8 ондық деп алсақ болады. 6-ны 8 ондыққа көбейтсек, 48 ондық, яғни бір 0-ді тіркей саламыз. Сонда 480. Ал енді 630-ды 9-ға бөлу. 63-ті біз 63 ондық деп алып, 63-ті 9-ға бөлейік. 7 және де 0-ді тіркей саламыз. Мәні 70. Саябақтың ландшафт картасына қара. Сурет бойынша ландшафт дегеніміз ол белгілі бір аймақтың жалпы көрінісі, жер бедері. А нұсқасында Гүлзардың ауданы қандай? Бірінші не істейміз? Гүлзарды тауып аламыз. Міне Гүлзарды көріп тұрмыз. Гүлзар ұзындығы да ені де 20 метр. Яғни ол шаршы тәріздес екен. Ауданын табу үшін не істейміз? А-ның квадраты, 20-ның квадраты, яғни 20-ны 20-ға көбейтсек, бізде 400 метр квадрат. Ал енді хауыздың қабырғалары. Хауызды қараймыз. Хауыз дегеніміз ол бассейн. Жалпы несі берілген? Ауданы берілген, бірақ ұзындығымен ені белгісіз. Біз оның шаршы тәріздес екенін көріп тұрмыз. Ал енді қандай екі санды бір-біріне көбейткен кезде 100 метр квадрат шығады? Себебі А көбейту А. Ол не деген сөз? Шаршының ауданын табу. Әрине 10 метрді 10 метрға көбейткенде ғана 100 метр квадрат шығады. Ал енді Б нұсқасында ойын алаңының ауданын есепте. Ойын алаңының ұзындығы 30 метр, ені 20. Осыны ауданын есептеп, мәнін тап. Төртінші тапсырма есепте. А көбейту Б. Яғни 100-ге біз 5-ті көбейту арқылы мәнін табамыз. 100-дік деп алайық, 1-ді 5-ке көбейтеміз. 500-дік болады. Сонда ол 500 деген сан. 500 санын кестеге түсіреміз. Тура осылай соңына дейін жазып шығу керек. Ал енді Ә нұсқасында керісінше бөлу. 600 бөлу 100. Бөлу кезінде 600-дікті 100-дікке бөлсек те болады. Немесе мына 2 0-ді қысқартып тастап 6 мен 1-ге бөле салсақ болады. Яғни 6. Міне, тура осылай соңына дейін есептеп кестені толтыр. 5-ші есеп А нұсқасы. Есептерді шығар. 180 теңгеден 1/6 қалам сатып алынды. 270 теңгеге осындай қанша қалам сатып алуға болады? Ендеше 180 теңге 6 қалам. Ал енді 270 теңге қанша қалам деп қысқаша шартын жазамыз. Бізге бір қаламның қанша теңге тұратынын тауып алу керек. Ол үшін не істейміз? 180-ді 6-ға бөлеміз. 18-ді 6-ға бөлсек 3, 0-ін тіркей саламыз. Сонда 30 теңге ол бір қаламның несі?
бағасы. Ал енді 270 теңгені 30-ға бөлсек, нөлдерді қысқартамыз. 27-ні 3-ке бөлгенде қанша шығады? Міне, сонша қалам келеді. 5-ші есептің ә нұсқасы. Пойыздың 3 плацкарт вагонында 180 орын бар. Ал енді осындай 7 вагонда қанша орын бар? Тура осылай пропорция арқылы жазамыз. 3 плацкарт 180 орын, 7 вагон қанша орын? Ал енді сендерге бірінші бір плацкартта жалпы қанша адам болады, соны тауып алу керек. Содан кейін 7 вагонға не істеу керек? Көбейту қажет. 6-шы есепте кәнекей секундомерлеріңді қосып, мына 4 өрнектерді тез-тез шығарып, мәнін табу керек. Іске сәт, ал кәнекей бастаймыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.